қалай дұрыс отырамыз? Бұл көбінесе отырып жұмыс жасайтын, компьютермен көп жұмыс істейтін қыздардың негізгі сұрағы. Қыздар, біздің жамбасымыз бен омыртқамыз кірпіштер салынған үй тәрізді. Егер де астыңғысы дұрыс емес болса, сәйкесінше жоғарғысы да қисайып кетеді. Отырудағы басты ереже отырықшы сүйектің төмпешігінде отыру. Біздің жамбасымыз 3 сүйектен тұрады, отырықшы сүйек соның біреуі. Ол төмпешікті қалай анықтаймыз? Орындыққа отырған кезде, егер де қолдарыңызды көтен астына қоятын болсаңыз, 2 сүйекті анық сезесіз. Сол отырықшы сүйек. Бізде бергі жаққа елеміз, арқамыз гиперлордоз салмақ түседі, ауырады. Немесе арғы жаққа елемізде, ол біздің бүкілуімізді тудырады. Дұрыс отыруды анықтау үшін столдың ең шетіне отырыңыз. Сол кезде қисайып отыру мүмкін емес болады. Дәл қазір біз отырықшы сүйекте отырмыз, арқамыз түп-түзу. Алайда орындықта отыру барысында неге біз бүйтіп бүкірейіп отырамыз? Өйткені ағза автоматты түрде белді сақтап қалуға тырысады. Ол үшін арқаны бүкіретпей, кеуде жағымызды үстелдің арқасына осылай тіресеңіз болады. Арқамыз түзу, бел құламаған, арқа бүкіреймеген осылай. Ал одан да үлкен комфортты қаласаңыз, мынау белге валик қойсаңыз болады. Дөңгелек валик осы белдің өзінің табиғи лордозын құшақтап ыңғайлы жұмыс жасайсыз.